Балалар, Жүсіпбек Аймауытов аталарың әдебиет ұлттың жаны, ұлттық сананы тәрбиелеуші үлкен өнер деген. Осы сөзді қалай түсінесіңдер? Әдебиет біздің жан-жақты дамуымызға әсер етеді. Әдебиетті оқу арқылы, әдебиетті сүю арқылы біздің ұлттық құндылықтарымыз жетіліп, ой санамыз өседі. Қазіргі жастардың бойына ұлттық сананы қалыптастыру үшін ең бірінші ойға оралатыны Ғабит Мүсіреповтің әдебиет пен өнер ұлы болмаған жағдайда ұлттың ұлы болмайтынын ұмытпайықшы деген осы бір сөзін мәңгілік аманаттап кеткен осы миссияны біз естен шығармауымыз керек. Жалпы сабақтың мақсаты негізінде сабақ деген уақытта білім ғана есімізге түседі, бірақ сабақтың мақсаты негізі оқушыны өмірге бейімдеу. Біз Мағжан гимназиясының ұстаздары көбінесе осы баланың бойында ұлттық рухты қалыптастыру үшін дәстүрлі түрде Мағжан оқуларын өткізіп тұрамыз. Яғни Мағжанның әрбір өлеңі арыстандай айбатты болуға, жолбарыстай қайратты болуға, өр рухты болуға тәрбиелейтіні айдан анық. Сондай-ақ әдебиет ол өнер. Мен балаларға сабақты түсіндіргенде ең бірінші 5-ші сыныпта балаларды әдебиетке келген уақытта әдебиетті өнер әрі өмір деп ұғындыруға тырысамын. Себебі біз отбасы тәрбиесінде де болсын, мектеп өмірінде болсын, Абайдың әрбір қара сөзі, әрбір афоризмдер, әрбір ұлы ғұлама жазушыларымыздың қанатты сөздері ол бізге тәрбие. Ол ұлттық сананы қалыптастыруда таптырмас құрал. Ендігі жерде қазақтың бір сөзі бар, ақылды 10 ұлың болғанша мейірімді бір балаң болсын деген. Яғни тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың қас жауы деп Әл-Фараби атамыз айтқандай, тәрбие бірінші берілу керек деп санаймын. Өзімнің пайымдауымша әдебиетті сүйіп өскен бала, мынау әдебиет арқылы Абайдың әжеден алған тәрбиесі, Шоқанның Айғаным әжесінен алған тәрбиесі арқылы, осыларды оқу арқылы әдебиетті жақсы оқыған бала ол ертеңгі күні зиялы қауым өкіліне айналатыны сөзсіз. Ата-аналардың алдында болсын, кез келген жерде өзімнің ұстанатын тағы бір ұстанымым, бір керемет білімді адам болып шықпаса да, осы мектептен ибалы, ұл мен инабатты қыздар шықса деген өзімнің үмітім, тілегім бар. Өйткені біз келешек ұрпақты тәрбиелейтін, келешек аналарды, келешек әкелерді тәрбиелейтін білім ордасымыз. Гимназия болғандықтан біздің гимназиямызда әртүрлі жобалар, әртүрлі қосымша сабақтар, әртүрлі үйірмелер жұмыс жасайды. Сол жұмыстардың нәтижесінде балалар қоғамдық өмірге дайындалады. Яғни кішкене болсын қоғам өміріне, мына өмірге бір кірпіш боп қаланудың мақсат тұтатын оқушыларымыз әртүрлі мектепшілік іс-шараларға қатысады. Яғни бұның өзі бүгінгі күні мектепке қызмет етіп отырса, келешекте ұлтқа қызмет етеді деген ойдамын.